Арабстанның жағдайы. Дүниежүзі картасынан саяси, географиялық және сауда-саттық жөнінен маңызды орын алған Арабстанның да өзге елдерден айырмашылығы қалмаған еді. Мұнда да тіл мен әдебиеттен басқа салалардың бәрінде кері кетушілік, жамандық үстемдік жүргізе бастаған. Діни ахуал. Наным-сенім мәселесінде анархия белең алып, адамның ақылына сыймайтын небір сенімдер пайда болған. Халықтың бір бөлігі ештеңеге сенбейтін, тек осы өмірдің қызығын тамашалап қалуды көксейтін. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі, екінші рет тірілу мүмкін емес, ақыры өлеміз, сондықтан мына дүниеде тояттап қалуға тиіспіз, дейтін олар ойларына келгенін істейтін. Ардақты пайғамбарымызға Алладан уахи түсе бастағанда, осындай адамдар жайында Құран кәрімде мынадай аяттар жолданады. Ендеше оларға сендерге өмір сыйлайтын, содан кейін жандарыңды алатын, һәм содан соң орнайтындығында еш күмән болмаған қиямет күні бәріңді қайта тірілтіп, ғарасат майданына жинайтын бір Аллах деп айт. Алайда адамдардың көбі осынау ақиқатты білмейді. Жасия сүресі 26 аят. Сондай-ақ арабтардың кейбіреуі Аллаға бір жаратушының бар екеніне сенетін. Бірақ адамдар арасынан пайғамбар шығатынына иланбайтын. Пайғамбардың адамдар арасынан шыққанына сенбей, бұл ақиқатты ақылдарына сыйғыза алмай, пайғамбар періштелерден ғана шығуы мүмкін деген бұл топтағылардың қисынсыз пікірлеріне Құранның төменгі аяттары жауап береді. Уа Мұхаммед, оларға егер жер бетінде адамдар секілді жайбарақат өмір сүріп, періштелер жер басып жүрсе, онда біз оларға көктен пайғамбар етіп, періште түсірер едік, деп айтты. Исра сүресі 95 аят. Арабтардың арасында Аллаға сенгенмен, ақырет күнінің болатынына, өлгеннен кейін тірілуге, жәннат пен жаһанамның бар екеніне сенбейтін бір топ бар еді. Құран кәрімнің оларға жауабы мынадай. Өзінің жаратылысын ұмытып, бізге сонда шіріп жоқ болып кеткен сүйектерге кім жан бітіреді екен, деп өзінше мысал келтірді. Оларға ол сүйектерді әу баста кім жаратса, қайта тірілтетін де сол. Ол қалай жаратуды, һәм әрбір жаратылысты толыққанды біледі. Ясин сүресі 78-79 аяттар. Енді біреулері пұтқа табынатын. Халықтың ең көп бөлігін құрайтындар да осылар. Тастан, тақтайдан, кейде кәдімгі халуадан өз қолдарымен жасаған пұттарына табынып, онысымен де қоймай былай дейтін. Біз оларға тек бізді Аллаға жақындатсын деген ниетпен ғана табынып жүрміз. Зумар сүресі 3 аят. Міне арабтардың көпшілігі қолдарында бар материалдарынан пұт жасап алып, жансыз заттардан медет тілейтіндей бейшаралыққа дейін барды. Жер бетіндегі таухидтың тұңғыш тұрағы Байтулланы, Қағбаны осы нанымдарының көрінісі ретінде сансыз пұттармен толтырғанды. Исламның кәусарымен сусындап, мұсылман болу бақыты бұйырғаннан соң, күллі әлемге қара қылды қақжарған, әділдігімен әйгілі болған Әзірет Омар жахилия кезеңінде пұттарға табыну турасында басынан өткен оқиғаларды былайша баяндайды. Жахилия кезеңіндегі екі ісіміз есіме түссе, біреуіне қайғырып жылаймын, екіншісіне күлемін. Жылайтыным сол кезде ақмақтығымыз сондай, әйелдеріміз қыз туса, тыжырынып, қыз баладан құтылғанша асығып, бейкүнә мейірімге мұқтаж шараналарды тірідей көметінбіз. Осы қылығымыз есімізге түссе, жүрегім қанжылайды. Күлетінім пұтқа табынатын едік. Әрқайсымыздың үйінің төрінде қолдан жасалған пұттарымыз тұратын. Соларға табынып, құрметтейтінбіз. Сапарға шыға қалсақ, пұттарымыздың бейнесін ұннан немесе халуадан жасап, өзімізбен бірге алып шығатынбыз. Жол ұзап, қарнымыз ашса, табынып алдында құрдай жорғалаған жансыз халуа пұттардан кесіп алып жейтінбіз. Осыдан асқан күлкілі оқиға бар ма енді? Осынша жағдайларға қарамастан, Арабстанда бір кездері Ибрахим пайғамбар алейхиссалам үндеген таухид дініне, Алланың бірлігіне сенетіндер де бар еді. Қараңғылық ауа жайылушылыққа мойын бұрмастан, арадан ұзақ уақыт өткеніне қарамастан, таухидты ұстанғандарға Ибрахим пайғамбар алейхиссалам жолымен жүргендер мағынасында ханафиттер делінетін. Құран кәрімде ханиф сөзі Ибрахим пайғамбар алейхиссалам үшін қолданылған. Шынында Ибрахим яхуди де, христиан да болған емес. Ол жалған сенімдерден
іргесін аулақ салып, бір Аллаға ғана сыйынып, қалтқысыз мойынсұнған шын мұсылман еді. Сондай-ақ ол мүшриктерден де емес еді. Али Имран сүресі 67 аят. Ханафиттер пұттардан жиренетін, Алланың бар екендігіне, бірлігіне сенетін. Олардың қатарында Уараха ибн Науфал, Убайдулла ибн Жахш, Осман ибн Хуайрис, Саид ибн Әмірді атауға болады. Бұлар пұттардың құрметіне ұйымдастырылған салтанатты жиын жәрмеңкеде халықтың алдына шығып, пайдасы да зияны да жоқ, жансыз, тілсіз, меңіреу пұттарға сәждеге жығылып, құрмет көрсетудің ақымақтық екенін айтып жар салғанды. Ақылға салып ойланып пұттарға табынудың жөн жосықсыз екенін кейіннен ұғынып, бұл нанымға қарсылық білдіргендер де болған. Солардың бірі Таиф руының басшысы Умайя ибн Абу Салт. Ол жахилия кезеңінде киелі кітаптарды көп оқып, пұтқа табынушылықты тәрк етіп, Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам дінін қабылдаған. Бисмика Аллахума тіркесін алғаш қолданғанда сол. Кейін бұл сөз арабтарға ұнап, Аллаға сенбесе де, кітаптарының сондай-ақ кез келген жазбаның басына осылай жазып қоюды жаппай әдетке айналдырған. Умайя ибн Абу Салт өлеңдерінде адамдарды дұрыс жолға үндейтін жетекшінің, яғни пайғамбардың қажеттігіне назар аударған. Арабтардың арасынан пайғамбар шығуға тиіс екендігін қасиетті кітаптардан оқып үйренгендіктен, сол құрметті атаққа өзі ие болғысы келетін. Сондықтан Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарлық берілгенде қызғаныштан оны мойындамаған. Тіпті ерегіспен қызғанышынан Бәдір соғысында өлтірілген мүшриктерге, яғни пұтқа табынып, Аллаға серік қосушыларға арнап жоқтау айтқан. Хижреттің 2-ші жылы иман келтірместен өліп кеткен Умайя туралы Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның бірнеше хадисі бар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні Шарид ибн Суайдпен бірге келе жатып, сахабадан: "Сен Умайяның өлеңдерін оқығансың ба?" деп сұрайды. "Иә, білемін" деп Шарид Умайяның өлеңдерінен бірнеше бәйт оқып береді. Өлең жолдары Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға қатты ұнайды. Тағы да оқуын өтінеді. Қасида аяқталғанда Расул Акрам: "Умайя мұсылман болуға сәл-ақ қалған екен" дейді. Тағы бір мәліметте Умайяның өлеңдері иман келтіргенімен, өзі азғындықтан шыға алмапты дегені айтылады. Пұттар. Меккеге ең алғаш пұтты әкелген Әмір ибн Лухай есімді араб. Әмір Шамға барған бір сапарында Мағаб деген мекенге жолай соғады. Осы жерде Нұх пайғамбардың ұрпағы саналатын бір тайпаның пұттарға табынғанын көреді. Қызығушылық жеңіп, сұрастыра келе жергілікті халықтан: "Біз осы пұттардан көмек сұраймыз. Сұрағанымызға ие боламыз. Жаңбыр тілесек, жауынға қарық боламыз" деген жауап алады. Мұнан соң Әмір пенделігі ұстап, Меккеге алып кетуге пұт сұрайды. Мағаптықтар оның сөзін жерге тастамай, Хубал атты пұтты сыйлайды. Әмір Хубалды Меккеге алып келіп орнатады. Надан халық бұрын соңды болмаған әдетті қызық көріп, соған иланып, тілеуіңді орындайды десе илана кететін қара халықтың әдеті емес пе? Пұтқа табына бастайды. Осыдан бастап пұтқа табынушылық Меккеде кеңінен тарайды. Әр тайпаның өзіне тән пұты болатын. Құрайштың ең үлкен пұты Узза деп аталады. Аус пен Хазраж руларының Мәнат атты пұты. Мекке мен Мәдина арасында Мүшәлләл деген жерде тұратын, кейінірек олар Узза мен Латқа да сыйынған. Кәлб тайпасының пұты Уәт аталатын. Әр тайпаның өз пұтына табынып, жәрдем тілеп, солардың алдында құрдай жорғалайтын. Жансыз, рухсыз, тастан, ағаштан, ұннан, тағы басқа нәрселерден жасалған бейнелерді қараңғы халық құдіретті санап, соқыр сенімге бой алдырған еді. Алла Расулы осындай нанымды надандықпен ұштасқан адамдардың санасын сәулелендіру мақсатымен келуге тиіс еді.